Сәлеметсіздер ме? Саламатсыздар ма? Бізде кішкене қосылмай жатыр аламыз, кішкене күте тұрсақ. Саламатсыз баға? Саламатсыз ба? Қалай жағдайларыңыз? Ауыл аймақ, ел жұрт көрші қолаң, папаңыз, мамаңыз, Түркістандағы жастар, басшыларыңыз, бағыныштыларыңыз, жастарыңыз түгел тегіс өсіп өніп, иман қуатына шапқылап жүріп жатсыздар ма? Жақсы, рахмет. Сіздер. Так, сіздің атыңыз кім? Мен өзім таныстырып өтетін болсам, осы Түркістан облысы жастар ресурстық орталығы қоғамдық даму және психологиялық көмек көрсету бөлімінің психолог маманы. Есімім Күмісбекова Әсел Дәуірқызы болады. Күмісбек па атың? Күмісбек Әсел Дәуірқызы. Фамилиям Әсел. Әсел болады, иә. Саламатсыздар ма, құрметті достар, әріптестер. Бүгін бізде эфирде отбасы хрестоматиясының жобасы авторы Санжар Керімбай мырза. Аға, қош келдіңіз. Рахмет. Бүгін бізде қозғайтын тақырып жанұям қорғаным, ата-анам тірегім деп аталады бүгінгі тақырып. Және үлкен ауқымды тақырып, жанұя, отбасы мәселесі бойынша сізбен бір сұхбат жүргізсек деген ой болды, және сізге қабыл еткеніңізге үлкен рахметімізді білдіреміз. Өте бір керемет эфир болайын деп тұр. Оны эфир біткеннен кейін айтайық. Оны эфир керемет болды ма, болмады ма, оны көрермендер айтады енді. Біз алдын ала ешнәрсе айта алмаймыз. Пока сіздің жағы мұхлистарыңыз жиналғанша шай ішіп жағдай сұрап тұрамыз. Сіздің туралы мен хабардармын. Сіз енді өзіңіз отбасы хрестоматиясының өнімдерімен танысып, бұл кітаптарды былай оқып қарай алдыңыздар ма? Иә, қарай алдық. Бізде психологтар барлығы қарады, алдыңғы жылы 2 жыл алдын. Бәріміз біртіндеп оқып шығып, қызықты болып. Сәлеметсіздер ме? Аға, бүгінгі тақырып сұрақтан бастасақ. Жарайды, енді жайлап бір әңгімені қыздыратын бір сұрақпен бастап, теманы қозғаңыздар, енді не жайлы болады екен көрейік. Аға, сіздің ойыңызша бақытты жанұя құру үшін не істеу қажет? Көп адамдардың сұрағы болады ғой. Кішкене қатып жатыр, сізде қалай дұрыс естіліп жатыр ма? Жоқ, маған сенің сұрағың мүлде естілген жоқ. Тоқтап қалды тағында мен естіген жоқпын. Что-то свет нашар болып жатыр. Иә, ана астындағы адамдар қазір пока жазсын. Менің дауысым естілмей ма, жоқ әлде Әселдің дауысы естілмей ма? Кімнің? Көрмін, Әсел саған жазып жатыр ана жерде. Әсел естілмей қалды деп, значит, маған ғана емес, бәріне естілмей қалып жатыр. Мен сұрайыншы, менің дауысым естіліп тұр ма? Менде айып бар ма, жоқ па? Сіздің даусыңыз маған жақсы естіліп жатыр. Санжараған дауыс естіліп тұр ма сіздерге, қалай? Бізде қатып жатыр дейді. Әселдің дауысы деп жазып жатырмын мына жерге. Иә, бұлай енді байланыс орнығып, дауыс тұнық анық естілгенше жаңағыдай сұрақтар қою үшін не нәрсе себеп? Сіздердің орталықтарыңызға келіп, мен бақытты отбасы құрайын деп едім, сол болмай жатыр деп айтады ма? Жоқ әлде бақытты болып отыр едің, шашылып қалды деп айтады ма? Онда екі тараптан да сұрақтар.
болашақта отбасын құрғысы келетін жастарда да келіп жатады, ол сұрақта болып жатады. Және кішкене біздегі мәселе ажырасу мәселесінде де ол сұрақтар қорылып жатады. Сондықтан біз жаңағыдай өзіміздің ортақ сұраққа келе, осы сіздің де жауабыңызды білгіміз келген. Даусым қайтадан Әселдің дауысы үзіліп естіліп жатыр да, менің даусым үзілмей толық жетіп тұр ғой да. Солай ма? Мына астына жазыңыздар. Мен қатып жатсыз дейді. Что-то менде интернет дұрысталар. Менікі дұрыс жетіп жатыр ғой да? Сізге маған дұрыс жетіп жатыр. Назым, Назымнан сұрай. Назым, менікі үзіліп тұрған жоқ, қатпай барып жатыр ғой да? Иә дейді. Жақсы дейді. Жақсы, Әсел, онда былай кетейік. Біз енді ауа жайылмайық, өзіміздің білетін, тәжірибемізден өткен, өзіміз сынаған нәрселерді ғана айтайық. Ал енді мен енді бірден ескертем, бірден айтайын. Менің көзқарасым, менің өмірден жиған терген тәжірибем жалпы бүкіл адамзатқа ол ортақ модель болмайды. Жалпы Қазақстандағы бүкіл отбасына мен бір үлгі бола алмаймын. Ондай менің моральдық правам жоқ. Бірақ жалпы осы менде жасым 50-ге тақап қалды, 7 балам бар, отбасым пока келе жатыр. Сондықтан өзімнің өмірімдегі жиған терген тәжірибеменен мына академиялық ғылымдағы жиған тәжірибені, білімді екеуін бірлестіріп, бір ортақ бір әңгіме шығарсақ шығарайық. Бола ма? Әрине. Онда былай болсын, жаңағы бақытты отбасы құрсам деп армандаймын. Болмаса мен бақытты отбасы құрған сияқты едім. 35-ке келген кезде мына шаңырақ шайқалтағаны бәрі шашылып жайна қалды. Бала басына кетті, тұрымтай тұсына кетті дейтін болса, онда логотерапия бойынша бірден түсеміз. Біз енді әңгімені көбейтпейміз, уақыт аз, вопрос ребром табарищи дегендей, мәселені көлденең қоямыз дағын, енді соны тураймыз. Бірден ескертемін, мына жерде бізді қазір міне 200-ден аса адам көріп отыр, бәріне айтатын логотерапия бойынша Виктор Франклдың айтатын бірінші жауабы. Мен бақытты өмір сүру үшін келгенмін, мен бақытты отбасын құрамын, мен бақытты өмір сүремін деген философияны қабылдаған адам автоматты түрде бақытсыз өмір сүреді болды. Бірінші қателік болды, осы жерден кетеді. Яғни осындай философияны жастарға 13-тен бастау керек негізінде. 13-ке толғаннан кейін адам пісіп жетіледі тағына, арғарап енді үлкен өмірге қарап кетеді ғой. 13. Так, сіз мекен ауыстырып жатсыз ғой, дей ме? Иә, мекен ауыстырып жатырмын, кішкене мына жақта свет жақсы жатқан сияқты. Жақсы, онда жаңағы мекеніңізді ауыстырып алыңыз, чтобы мен алаңдамай рахаттанып отыратын болар. Жоқ, бәрі уже келдім. Жалғастырайық. Сонымен, кеттік. Сонымен 13, 14, 15, 16, 17-тен бұлай қарап, адамдарға, жастарға сен бұны күрделі болса да, күрделі болмаса да, сен оны естіртуің керексің, үйретуің керексің. Философияны сол үшін үйретеді. Ал бізде адамдар философия дегенде бір университетте ең оңбаған, адамның ішін пыстыратын, жалықтырып жіберетін, студенттердің жүйкесін шығартатын ең оңбаған сабақ ретінде қарайды да. Философиямен айналысатын, философия деген сөзді көбірек қолданатын адамды бір дамымай қалған, бір жаңағыдай нереальный нәрсемен айналысып жүрген бір ақымақ адам сияқты қарайды тағына, философияға деген көзқарастар теріс. Сосын енді философияның енді бізде үйретілуі де нашар. Бірақ соған қарамастан бәрі сен философияға қарай кетесің. Енді ол енді өзі даналықты сүю деген сөзден шығып тұр деп өзі екі варианты бар. Біреуі даналықты сүю деп Пифагор айтты деп келетіні бар. Енді біреуі бар, негізі философия дегендегі Сафон деп звукты айтады. Негізінде Құдайдан келетін әуезді естуден шыққан бұл негізі деп сөйтіп айтатындар да бар. Сөйтіп андай семантикалық талдау жасайтындар бар. Мейлі не десе о десін, сол даналықпен қалатын болсақ, онда біздің жастар сол қиын болса да сол даналықты игеруге тура келеді. Ал оның орнына біздегілердің
бақытсыз болып кететін себебі рационалистер тарапы, яғни ақылдың, ғылымның, білімнің күшіменен бақытты өмірді қалпақпен ұрып аламын деп, оның өздері шашылып қалатын фрустрацияға ұшырайтындар бар бір шетінде. Енді бір шетінде мен бұны діннің күшімен ұрып өтемін. Дінге сенсем, мен иманның күшімен бұны қиратып өтемін. Даже мен екінші, үшінші әйел болып тисем де маған ол әсер етпейді. Мен нәпсімді өтіріп тастаймын дағыны, иманның қуатыменен жарып өтемін дейді дағыны. Ақырында ол өзінің тапталып, езіліп, бір тиран күйеудің қол жаулығына айналып кеткенін ол 35-ке келгенде, я 32-ке келгенде бірақ біледі. Енді олай болатын себебі мына жағы жаңағыдай ғылымның күшімен ұрамыз деп айтады. Ал екінші жағы олар да философияны жек көреді. Жалпы мына автократиялық билік орнаған мемлекеттердің бәрінде философияға деген көзқарас теріс жүреді дағыны, уағыз насихатталады, діни уағыз. Ал діни уағыз деген ол рахат та, ойланбайсың, сен үшін біреу ойланып қойған, ненің ақ, ненің қара екенін ұстаздар ма, имамдар ма, молдар ма, кім ана тағы да бір 10-15 жыл дінді езіп келген біреулер, сен үшін өмірдің ақ қарасын айырып, сен үшін ненің күнә емес екенін бәрін шешіп, сенің бүкіл өлгенге дейінгі жүретін жолының бәрін олар картамен сызып, олар тұрады айтады, менің уағызымды тыңда, сұрақ қойма, құлағыңа құйып ал да, осыны менің айтқанымды айнытпай істесең, сен иман табасың деп, оны манипуляция жасайды. Одан кейін быт шығып кетеді. Ал енді сен егер бақытты өмір сүрем деген темаға кіретін болсаң, онда сен сұрақтарды қоясың, тұра тұр, уағызыңды қоя тұр, айналайын, діни уағыз айтпа маған. Сен маған мына философиямен түсіндір дейді. Сондықтан философиямен түсіндірген кезінде мына болмыс деген болады да. Енді түркше білесің ба сен, сәл-сәл болсын? Мен жоқ. Жақсы, білмесең де бола береді. Түріктерде болмыс дегенді варлық дейді. Қазақша барлық, түкті қиындығы жоқ. Орысша бытие дейді. Яғни бар болып тұрған нәрсе деген сөз ғой енді. Яғни бір нәрсе бар болып тұру керек. Оған айналадағы объектілердің барлық заттарды ол абстрактный емес, деректі дерексіз бөліне береді. Яғни әділдік, махаббат, сүйіспеншілік деген нәрселердің бәрі дерексіз барлыққа кетеді. Яғни болмысқа олар да бар ретінде бізбен бірге тіршілік етеді осы әлемнің ғаламның ішінде. Мына жағында біз көзбен көріп қолмен ұстайтын заттар да бар. Енді осы жерге келіп кірген кезде ана жаңағы мына қазір семьясы ажырасып быт-шыт болып жатқандар, екінші, үшінші әйел болып тиіп алып, тиран күйеудің табанының астына тапталып жатқандар, болмаса енді күйеуге тием деп жаңағыдай өзінше рациональны жаттығып біреуге жаңағы материальный тәуелді болып қалмаймын деп әрбір қадамын есеппен басып келе жатқан бойжеткендер, бұлардың бәрі тұра тұрсын енді, ақылдарын қоя тұрсын сәл. Бұлар тұраттағыны бір ғана сұрақты қояды. Бақыт болмыс ретінде, объект ретінде бар ма, жоқ па? Все, болды, бітті. Осы нүктеге келіп тұрады адамдардың бәрі. Тұрсаң, тұрдың, тұра алмасаң, сенің шаруаң бітті. Сен ұрынасың, болды. Фрустрацияға сені бұдан басқа ештеңеден күтіп тұрған жоқ. Сондықтан тұрады да логотерапия айтады. Бақыт бөлек болмыс ретінде. Яғни сен бақыт деген нәрсені әділдік деген сияқты бар деп айта алмайсың. Әділдік бар ма? Я, бар. Біз әр кезде әділ шешім шыққан кезде, бір адам әділдігін айтқан кезде, сен сол жерге тоқтайсың, тік тұрасың, соның арқасында ғана болады. Билікте отырған адамдар не үшін төңкереді? Әділдіктен тайғаны үшін төңкереді. Не үшін адамдарды соттайды? Әділдікті аттап өткені үшін соттайды. Ар-ұят бар ма? Я, бар. Ол даже ар-ұяттың бар екенін, ол дерексіз болса да, ар-ұят деректі түрде де шыға алады. Яғни көзге тезаур дейді, захир да көп көріне алады. Сен елдің алдында айыбың ашылып ұсталып қаш, екі құлағыңа шейін қызарып кетсін жерден. Көрдің, ар-ұят бар ма? Бар. Жауапкершілік бар ма? Бар. Көзге көрінбейді, бірақ объект ретінде бізбен бірге барлық ретінде жүріп жатыр. Енді бақыт бар ма деп сұраған кезде болды, тұрасың да қаласың. Оған сондай қатырып бекітіп қоятын жауап жоқ. Бақыт мынау деген нәрсе жоқ. Сондықтан да сол жоқ нәрсені іздеуге түскен кезінде адамдардың өмірінің соңы сағыммен аяқталатын себебі сол. Сондықтан енді бақыт деп отқандары не деген кезде, енді сөз ретінде бар ғой енді бұл дейді ғой енді. Енді не деп түсіндіреміз дегенде логотерапия айтады. Бақыт адамның
бір мәнді, мағыналы, бір істі көздейді, бір мұратты. Сөйтіп соған жоспарлап келіп, соның жолында күресіп келеді де жағы мәнді, мағыналы істі қағып түседі. Ұстап алады ананы. Бір ерлік істі жүзеге асырады. Мысалға осы жерде сізбен бізді байланыстырып отырған Құттықыз деген сіздің жағы құрбыңыз. Ол айына бір рет елден жылу жинайды дағыны, сосын сондай жағдай нашар мектеп интернаттарға бір нәрселерге отбасы хрестоматиясының кітабын алып барады дағыны тегін тапсырады. Ол бір мәнді, бұл істі бір мәнді істеп көздеді, жылу жиналды, кітап сатылып алынды, енді ол ленгірге сол мекемеге дейін барады. Тапсырған кезінде аналар рахмет айтқан кезде ананың тұла бойы, құлағы, мынау қан тамырларының бәрі логостың мәнінің сәулесіне толып кетеді дағыны, ол сол жерде бір күн, 2 күн эйфорияға түседі адам. Сөйтеді дағыны, сол сәтінде ол бақытты болып тұр. Міне, бақыт деп отырғанның өткінші бір сәттік мәнді мағынаның бойыңа тараған бір сәулесі болды, бітті. Енді ол тарады, енді сен оның дәмін тағы да татқың келеді. Ол не істейсің сен? Күніге осындай қиын, мәнді, мағыналы бір ситуациямен өлгенге дейін сен жекпе-жек шығып кете бересің. Анау қиын болып келе береді, ол сен жеңе бересің, жеңілсең де мәселе жоқ. Жеңілсең де ең бастысы мен бұл нәрсені істеуге тырыстым дейсің. Жеңілген кезде де адамның бойына ол сәуле тарай береді. Жеңсең де тарала береді. Деп, мәселе сол жолға шығып күресе ме, күреспей ме? Енді осыны Элизабет Лукас айтады енді. Біздің заманда адамдардың бәрі дейді, бақытты өмір сүргіміз келеді деп айтарларын айтып алады дағыны, енді бақыт шақыратын қиын ситуацияларды алдына тоссаң дейді, міне мына бақытты шақыратын ситуацияларды алып келдім мен саған сен, бәрі қарайды да ананы рационалист қой, бәрі есептейді ананы, мынау не деген қиын, неше сағат жүру керек мына жерде, қандай адамның нәпсісіне жағымсыз, саған бұлғаныш заттарға араласу керек, мысалға, саған өсекке ілінесің, сені адамдар сынайды, мінейді, істейді жан-жағынан. Соның бәріне кіргісі келмейді дағыны, ойланып тұрады да, барлық адамға сүйкімді болатын, ешкімге зиянын тигізбейтін, соответственно, пайдасы тимейтін, сондай бір сайлауға түсетін депутаттар сияқты бір непонятный позицияға барып тұрып алады. Сайлауға түсетінің алдында депутаттар қоғамдағы барлық адамға жағымды идеяларды айта бастайды ғой. Сол сияқты бұлар да сондай бір, енді бұны Ибн Араби барзақ состояниесі деп айтады. Яғни барзақ халі деген сөз, сенің түрің жоқ, анықталмаған деген сөз ғой. Сол ана барады да, өліп қалған, ахиретті күтіп жатқан әруақ сияқты, барзақ осы дүниеде тұрып, өліп қалған әруақ сияқты барзақ несіне, станциясына барып жатып алады ана адам. Сөйтеді дағыны, бақыт шақыратын ситуациялардың бәрін айналып өтуге ол қолынан келген бәрін жасайды енді. Бұлай да қашады, енді ол қазақша ауырдың үстімен кетеді, жеңілдің астымен кетеді енді ол. Енді сен неғұрлым осылай жүріп жатсың, соғұрлым кешіріп қоясыз, сізді бақытсыз, көңілсіз, бір қумеден, жұпыны өмірден басқа сені ештеңеде күтіп тұрған жоқ. Енді бұл адамды сондай ақымақ қылады, бақытты қуып жетем деген сағым, сені сол ары кетсе 35-ке дейін алып барады. Ал енді қазір бұл жасарды, маған міне осы жерге эфирге шығардан бір 20 минут алдын ғана адамдар уже пытырлатып менің дайректіме хаттар жазып жатыр. Менің ойға алған жоспарларым, мақсаттарым жүзеге аспайды, күйреп құлап қала береді. Мен шаршадым, өмірден тоздым, осылай. Естественно, ол солай болады. Не үшін? Себебі бұлардың бәрі 22-23-нен бастап өздерін өте ақылды, өздерін өте бір керемет, өздеріне ерекше бір жаратылған талантты адам сезінеді дағыны. Басқалар жіберген ақымақтықты, қателікті мен жібермеймін. Мен бақытты өмір сүремін. Мен анандай қиындықтарды мен үйіп қабылдамаймын дейді дағыны, ана нелермен, лабиринттермен кетеді бұлай жайлы, жағымды жерлермен. Енді все, приехали, сіз соңғы станцияға келдіңіз. Жасың 31-32-ке келді, арғарап темный лес, қап-қара тұман, ештеңе көрінбейді ар жақта. Енді не істейміз дейді дағын, сонымен ой бөлеп хат жазады. Олардың еркектері де сондай. Олар да жас кезінде жақсы сұлу, бір жақсы жерден шыққан бір қызға үйленіп алады дағыны,
осы сұлу келіншекпен мен кайф өмір сүремін деп ойлайды, бірақ кешіріп қоярсыз, 3-4 бала туғаннан кейін кез келген сымбатты келіншектің ол түр бітімі ол өзгереді. Ол биология өзінің заңын бәрін жасап жатыр. Сен жасың 40-қа келген кезде 36-37-ге келген келіншегіңіздің бет әлпетінің бәрін майда шүйде әжімдеп басады. Сол кезде ана өмірлік үлкен мақсат мұраты анықталмаған еркек амалдың жоғынан ана қызық романтикалық адамды ертеңгі күнге құштар қылып тұратын өмірді бастаудың бір ғана жолын көреді, ол бір 25 жасар жас қызға үйлену деген. Сонымен бұл Қазақстанда бұл проблема бұрқ етіп бетіне шығады тағына. Енді ол я нагло 3-4 баласымен ажырасып әйелін қуып жібереді, или болмаса жасырын жолмен ол бірінші әйеліне ескертпей ана жас әйелді жасырын алып алады тағына, онымен өмір сүреді. Бірақ енді Сократ айтпақшы, все тайное когда-то становится явным, барлық құпия бір күні ашылмай қоймайды, бір күні сосын ұсталасың. Сонымен жағы жайнап тұрған әдемі басталынған өмір жасың 35-ке келген кезде ана бытысын шығарып жібереді. Разборкадан разборка, даудан дау, айғай-шудан айғай-шу, үлкендерді ортаға салу, ана кемпірді алып барған жерге балтылдатып уағыз айтқызу, бітпейтін әңгіме болды. Сондықтан бұл жағымсыз әңгімелердің бәрін тамырымен тұмырымен шықпай жатып, оны ана жөргегінде мыжып ұрық көзінде өлтіріп тастаудың бір ғана жолы бар. Бақыт деген жоқ. Оның орнына мәңгі уақытқа, кеңістікке тәуелсіз мән деген нәрсе ғана бар дейді болды. Оны бұрын адамдар байқаған, оның гректер соны байқап, логос деп оның атын қойған. Логос деген сөз заманға, уақытқа тәуелсіз, кез келген адамның тұла бойына, кез келген ситуацияға, кез келген болмыстың өн бойын аралап кете беретін бір сондай адамды бір кайфқа, рухани бір рахатқа бөлейтін бір жарық па, сәуле ма, нұр ма білмейді не екен. Енді оны логос дегенді кейде олар жаңағыдай слово деп аударады орыстар. Толстой оны разум деп аударады. Ал оны Ибн Арабиге салсаң, олар оны асмаулла дейді. Оны Алланың есімдері ол деп шығады мысалға. Сөйтіп кете береді. Сондықтан бұның мұсылманша вариантында да ұсынсаң да бола береді. Жоқ, мен дінді жақтырмаймын, мен дінді надандық деп танимын, мен ғылым адаммын десе, онда логосты бересің. Жоқ, мен грек десе, төбе шашым тік тұрады, мен кәпір болып кетемін, маған мұсылманшасын айт десе, онда Ибн Арабиға кетеді. Қай жолмен жүрсең, ол жолмен жүр, сенің алдыңнан логос деген бір сәулені ұстап алу деген бәрібір бір мәселе шығып тұрады. Ал оны сен уағызбен шеше алмайсың, оны ақшамен шеше алмайсың, оны атақпен шеше алмайсың. Просто оны шешудің бірақ жолы ұлың да, қызың да, өмірдің мәні кәні қайсы, өмірдің асыл мұраты қайда тұр кәні деп, сол ситуациямен жекпе-жек шығып болып бітті. Келсең кел деп тұрады. Бұқып қалды ма, тайқып кетті ма, бір жағына қарап шетіне ығысып кетті ма, болды. Онда кешіріп қоярсыз, сіз уақытша біраз рахат өмір сүріп тұрасыз. Бірақ 32-ден жасың асқаннан кейін ішкенің ірің болады, жегенің желім болады. Ішкен жегенің бәрін желкеңнен шығарады сосын. Сондықтан, или күшің, қуатың азайған 35-тен кейінгі уақытта рахат өмір сүргің келсе, онда жас кезіңде ситуациялармен жекпе-жек шық. Күшің, қуатың, білімің бар кезде, мына айқас майданға кірдағыны, әбден шайқасып ал. Сондықтан, айуан гоместазда дамиды, яғни кайфта. Ал адам экстазда ғана өсіп шығады дейді. Экстаз деп отқаны осындай, күтпеген жағдайлармен бетпе-бет келе беру. Келсең кел деп тұр ғой қысқасы. Проблема тұр ғой. Иә. Ал тағы да қалай жалғаймыз әңгімені? Енді сен де арасында өу деп қойып отыр енді, чтобы мен бір өзім сөйлей бермес үшін. Иә, мен сізді нелер жазып жатыр екен. Сұрақтар қалай тәрбиелейміз балаларды аға дейді. Фрустрация болмас үшін. Енді бұл жерде бар ғой, велосипед ойлап таба алмайсың әсел. Баланы тәрбиелеу, адамды қалыптастыру дегенде адамдар 100 000 жыл бойы өмір сүре беріп, соңғы мына қала ғасыры пайда болды деген соңғы 7000 жылдықты алсаң да, осы соңғы қала мәдениетінде жазба мәдениет пайда болған 6000-7000 жылда адамдар ол бала тәрбиелеуді, адамды мықты өсірудің ол барлық варианттарын жасап тастаған. Енді мен келіп, оған бір жаңалық ойлап таба алмаймын. Енді бұлардың айтатын нәрсесі, адам туылды да қалыптасып келе жатыр,
Иә. Енді оны мысалға ғылым ретінде ашқан адам ол Зигмунд Фрейд. Ол адамда мына біздің көзіміз көріп тұрған айқын санадан бөлек бізге білінбейтін санамыздың астында бейсана деген бар. Біздің іс-әрекетімізді жаңағыдай 95% бейсанамыз бақылайды екен деп ол Еуропадағы неврозға ұшыраған, ауруға ұшыраған әйелдерді бейсанаңыздағы мына импульстарды босатыңыз, мына шамадан тыс моральный қысым сіздерді ауру қылады деп ол босатқан кәдімгідей. Енді оны Фрейдтің ол әрекетін түсінгің келсе, оны қазақша вариантына сала салды. Ол мынандай нәрсе. Мысалға, қазір Қазақстанда тиран күйеулер бар. Бұлар якобы әйелдерінің жаңағыдай бір күнә болып қалады, бір сенің тазалығыңа кір түсіп қалады деген жаңағыдай діни пропагандаменен әйелдерін бүркеп, қымтап, қамап, үйлеріне отырғызып, жұмыстан шығарады, инстаграмдағы аккаунттарын өшіреді, қатысатын қосымша сабақ үйірме бәрін жауып тастайды, ананы тұншықтырып тастайды. Сен ешкіммен араласпай, тек менің ғана түрімді көріп үйде отырсаң ғана сен жұмаққа кіресің деп ананы сендіреді. И сөйтеді дағы оған қысымды міне маған кеше ғана орталық Қазақстаннан бір келіншек хат жазды. Мен мына күйеуімнің мені қинап оқытатын намазына мен тойып болдым. Мен уже өлудің азақ алдында тұрмын. Мен скоромна басымдағы жаңағы арабский вариантта таққызған орамалменен мына кигізіп қойған ұзын халатын мен шешемді бір күн лақтырып, 3 балам тастап, мен мына арқаның даласын кезіп кету ғана қалды маған деп маған хат жазып жіберді мысалға. Көрдің ба? Осындай, бұндай діни уағыздың удың кесіріменен жаңағыдай бір қамауда отырып мен пәк боламын, мен періште боламын, мен ешқандай болмысыма көңіліме кір түсірмеймін деудің нәтижесінде аналар қысылып қалаттағыны, ана моральдық қысымдар қыса беріп, ана болмыстың ішінде ашылу, көріну деген мотив тұр ғой енді. Енді оны логотерапия не дейді? Болмыс, адамның болмысы, мына дүниеге түскен кезінде өзінің кім екенін білмейді. Бірақ оның міндеті өлгенге дейін өзінің кім екенін ашып көрсету дейді. Енді ана әйел, қыз келіншек, ол мектепте активист болған, ол мектепте староста болған, ол армандары болған, ол университетке түсіп бір қызыл дипломға бітіргісі келген, бір жаңалық ашқысы келген. Сөйтіп, 2-3 курсында келе жатқандағыны діни уағызға түсіп қалады. Сосын оны жаңағы менімен бірге менің разылығымды алсаң сен жұмаққа кіресің деп оны ана бір оңбаған үйленіп алады діни уағызбенен. Сөйтіп тағыны баяғы армандары атқылап тұрған 22-23-тегі келіншекті алады да қымтап жамайды, жауып тастайды ана жерге. Сол ішіндегі ана давление бар болуға деген қалау, тілеу іштен өсіп жатыр анау. Ал оны анау дінмен тұншықтырып жатыр. Көрінбе, шашыңды көрсетпе. Не деген сұмдық енді. Күйеуім үйге келген кезде телефон соғады тағыны. Қайнағаларың бар қасында, ана шашың көрінбесін дейді тағыны, мен әбігерге түсем тағыны, үйде қазір тұратыңдар, кірмей тұратыңдар деп бір қылтанақ шашым қалмағанға дейін сол оранып, соны дейді қап-қара болып шығамын аналардың алдынан дейді. Енді мен сосын мен айттым, мен түсінбедім дедім. Сонда сенің туған қайнағаларың өзінің келінін көрсе де, сонда бір тал шашын көріп қойса да, оларда да сонда жаман ой, бұлар бұзылып, ана жер атмосфера бұзылып, сонда қоза бере ме? Олар ол не өзі айуан ба? Оларда өзінің әр адам өзінің бойында импульстарды қадағалап ұстап тұра алатын қасиет жоқ па? Сонда адам жаңағыдай күйіктің уақыты келгенде өзіне шапқылай беретін ол өгіз ба? Не ол мысалға? Көрдің? Енді осындай жағдайға Европаның да әйелдері түсіп қалған. Мына пуританизм дәуірі дейді, мысалы викторианский эпоха деп айтады. Сол кезде жаңағы ана ағылшынның, Европаның ақсүйек әйелдері былай болу керек деп ана якобы джентльмендер тұншықтырып жіберген алар. Содан бәрі ауыр болып кетеді да, ана Фрейд кеп оларды шығарып алады, болды қойыңдар енді мынаны деп. Сондықтан олардың жаңағы байғұстардың Фрейдке табынып кеткен себебі сол деп логотерапияда жазады. Енді сол енді бейсана дегенді ашып атырттағыны ол айтты, ана адамның бейсанасындағы барлық символдардың бәрі туылғаннан 5 жасқа дейін қалыптасып болады екен, осылай, сол бізді кейін басқарады екен деп. Енді ол бірақ Фрейдтің бұл жерде құдай ұрған жері, яғни қателескен. Енді оны кейін Юнг та сынады, оны Скотт Пек та сынады, Франкл да сынады, оны көп адамдар сынап, оны былай атқылап тастады Фрейдті. Яғни баланың бейсанасында тек қана сексуальный импульстар ғана бұрқ деп қайнап жатыр дегенді қой сен деді оған. Адамның бойында рухани қабаты деген бар. Яғни біз Құран арқылы келеміз білген мұсылмандар, яғни адамның санасына, бейсанасына, түп санасына Алладан рух деген бір құдіретті бір сәуле үрленіп бір деммен кірген.
бұл тарап адамның бойында тұр ма? Яғни сексуальный импульстардан бөлек адамның бойында но динамика деп айтады бұны. Нос деген рух деген сөз ғой, ақыл парасат. Динамика деген іс қозғалыс. Яғни адам рухани да көрінгісі келеді. Адам рухани да жарып шыққысы келеді. Адам рухани ішіндегі сәулелерді сыртқа аттылағысы келеді, фонтан сияқты. Сондықтан сіздің кешіріп қоярсыз, кішкентай бала тек қана сексуальный импульстермен ішінде қамалып жатады, соны сыртқа шығарғысы келеді, соны шығаруға ұялаттағын жаңағыдай супер эгоның күшімен оны жазған кезде ол эгоға айналады деген теорияңызды қабылдай алмаймыз. Белгілі бір дәрежеге дейін бейсанада жаңағыдай балалық кездегі травмалар болуы мүмкін. Біз оны мойындаймыз, оны іздейміз, табамыз. Бірақ адамның бүкіл өмірін сол басқарып тұр дегенге кешіріп қоярсыз, енді көндіге алмаймыз дейді. Бұдан шығатын қорытынды. Яғни, егер адамның бейсанасында сол жаңағы импульстар тарапы тұр дейтін болса, онда қазіргі бізді көріп тыңдап отырған қазақтардың бәрі, онда баланың түп санасындағы сексуальный импульстарды кейін есейгенде қоздыратын эротикалық, порнографиялық символдарды емес, олардың мына өмірдің асыл мұратына қарай ұмтылатын, енді оны интенциональность деп айтады. Intentionality, яғни адамның бойындағы бір нәрсеге ұмтылсам, талпынсам деген нәрсе қай объектке қарап бағытталу керек деген кезде, бұлар соны қояды енді ана жерден. Енді сол ұмтылған кезінде оның санасына серік болатын, санасы ойланған кезде, бұл орысша сакральные мостики дейді, енді жаңағыдай sacred bridges деп айтады, яғни киелі көпірлер. Яғни баланың сен түп санасына жаңағыдай миғражнаманы, қиссасул анбияларды, жаңа неше түрлі Құранның ішіндегі пайғамбарлардың өмірінде кездесетін оқиғаларды ана аңыз ертегі қалпында сала берсең, ана баланың түп санасы, бейсанасы сексуальный импульстермен тұрмайды, кешіріп қоярсыз. Енді киелі көпірлермен де толады ол. Сондықтан баланы тәрбиелеу деген кезде, оны Толстойды айтты, Паскальды айтты, кім айтпады, Құдай ау, бәрі айтып тастады оны. Он Франклды айтты, бәрі айтты. Мына баланы, ол енді оның ең бірінші нулевой точкасы қай жер дейтін болсаң, ол бесік жырынан басталады. Менің балам осы ма, басында бақыт құсы ма, ғайып ерен 40 шілтен, бөлегімнің досы ма, о мына бала туылғаны бір-ақ апта болды, ол осыны тыңдап жатыр. Міне, енді кетті уже. Жаңа киелі көпірлер нейрондардың ішінде, мидың астыңғы қабаттарында қаланып жатыр ана жерде анау. Дұрыс, оның бойында физиологиялық сексуальный импульстер бар баланың. Ол ертең 13-ке келгеннен кейін олар іске қосылады тағын, ол физиологически пісіп жетіледі тағын, ол романтика іздейді. Ол түсінікті. Бірақ емізіп отырған шешесі де қабаттасып кетті ана жерге. Тоқта деді, мен мына жағынан бесік жырын ұрам қазір дейді. Енді ана рухани заттар да барып ананың түп санасына барып түсіп жатыр. Ла иляха иллалла, иллаллада пайда бар, Мұхаммедтің үмбеті, осындай бөбек қайда бар деп. Ол да мына жақтаған пайғамбарларын ұрып жатыр. Енді біздегі светский ғылымға табынып кеткен қазіргі модерн ата-аналардың жіберетін қателігі, бесік жырындағы айтылып атқан сөздердің баланың түп санасына ешқандай әсері жоқ. Бала оны түсінбейді. Оның бәрі далаға кетіп атқан нәрсе деп ойлайды. Ал егер сен мына осы әңгіменің бәрін Құраннан шығарған Ибн Арабидің есептейтін болсаң, мына дүниеде не нәрсе бар болса дейді, барлық атаулы, болмыс атаулы, тек қана Алланың есімдерімен тұрады, болып бітті дейді. Әрбір сөздің түбінде келиме дейді, яғни жағдай Құдайдың нелері тұрады, сөздері тұрады. Анау өзінің куллият дейді, куллият дегені өзінің құпия Алла ғана білетін, я бар екен, я жоқ екен, ешкім өзінен басқа ешкім біле алмайтын бір әлемі. Сосын жағдай айнан сәбит дейді, яғни кун деген бір әмір берілген кезде, бол деген бір әмір берілген кезде ол екінші жаққа шығады, мынандай бар ол, бірақ абстрактын түрде. Содан кейін барып мына дүниеге ол тезаур дейді, мына біздің дүниеге түскен кезде ол адамның бойынан көрінеді сол сөздер, яғни жүрісінен, тұрысынан. Сондықтан адамның бойындағы көрінетін барлық қандай қасиеттері бар, соның бәрі ол Алланың есімдерімен тұрады деп, оны ана жаққа дүниеге алып барып жалғайды. Енді осындай философияны, осындай әңгімені қазақ ортасына жеткізе алмайсың. Мысалы, біздің өзіміз енді зерттеп тереңдеп кіріп келе жатырмыз, түсіндіру үшін. Уақыт жетпейді.
саған күніге 100 адам звондай береді, 100 адам сені эфирге шақыра береді, семья, бала шағаң, өзің бала шағаңмен айналысатын заттар, ана түсініксіз нәрселерді оқу, біреумен ақылдасу, сұрау, мынаны қазақшаға қалай аударамыз, оны мына жаққа өткізу, оны насихаттау. А сен сол жұмыстарды жасап, мен үйретемін, мынаны көзін ашамын деп жатқанда, мына жақта аферист марафоншыларыңменен шала сауатты психологтарың, одан кейін ана оңбаған уағызшыларың, әйел адам жанында тек еріне бағынса ғана жұмаққа барады деген далбаса тираниядан басқа түкті туғызбайтын оңбаған озбаған уағыздарын аналар миына құйып батыр, ана слойдың бәрі ауыр болып бітуге айналды. Сондықтан ата-ана, үйленейін деп жатқан қыз, я болмаса жаңадан үйленген келіншек, менің ұрпағым жарып шығатын болу керек, мынандай бақытсыз, мынандай бір тозған, ажырасқан, быт шығып кеткен адамға айналмау керек дейтін болса, ол сол философиядан қайттан келеді. Яғни бұл дүние тек қана Алланың есімдерімен тұр деген осы мұсылмандардың суфилер ғой бұны жасап жүрген Ибн Арабилер. Осы әрбір сөзде бір мән бар, әрбір сөзде бір мағына бар. Кез келген құбылыс тек ол жағы «Валиллахил асмаул хусна фадуһу биха». Ең көркем есімдер ол Аллаға ғана тән, және сол есімдермен ғана оны айт шақырыңдар деген философияның үстіне апарып құрады ананы. Сөйтеді дағы ана өсіп бесікте жатқан баласына соны сіңіреді ана бесік жырменен. Ана киелі көпірлердің бәрі тұнады анаған. Сосын есейге ол бала білмейді да өзінің бойында түп санасында ондай киелі көпірлер бар екенін білмейді, оны айыра алмайды. Ол есейгеннен кейін барып біледі оны. Көрдің, енді бұлардың жіберіп жатқан қателігі сол ғой. Енді ол бала не үшін мысалға ғалымдар айтады? Бесікте жатқан бала бөлмеде, бесікте бала жатқанда сендер дүниенің әңгімесін, бос сөз, бос әңгіме, өсек саясат соқпаңдар деп ғалымдар айтады. Наука и жизньға шыққан 2008 жылы мен бұлбұлдай бала сайраса деп аударған. Соның ішіне телевизорды да қоспаңдар деп айтады. Не үшін деген кезде нейрондар қалыптасып жатыр ананың астында. Күніге бәленбай миллион нейрон туып ана бітей бір размножаться етіп жатыр ана жерде. И ана нейронның ішіне түскен заттың біреуін қайып шығара алмайсың сен. Бұл бір түсті ма кетті сүйрек қала береді. Сондықтан ана жерге жаңа баю-баюларыңды айтыңдар деп жатыр. Бірақ енді ол бесік жырының өзі ол бытовой түрі бар, сосын рухани түрі бар. Бытовой түрі деген жауға барасың ба, батыр боласың ба, сүйек берейін шағырсың ба деген сияқты кете береді. Ал рухани жағында бұл киелі көпірлерді тек қана жаңағыдай пайғамбарларды ғайберен 40 жыл осындай символдарды салып тастайды ана жерге. Сондықтан мына мұзжарғыш кемелер, мына кез келген проблемамен бетпе-бет шыға беретін бұрынғы біздің армандап кеткен, біздің көзіміздің құрты болып әлі күнге дейін бізді қызықтырып тұрған атылып кеткен 36 жылға алаштарың бар ма? 82 жылға дейін келіп өлген Бауыржан Момышұлың бар ма? Одан бертінге қарай тартқан тағы да біраз мықты ірі тұлғалардың қанша сәттайыптарың бар ма? Бәрі бесік жырындағы киелі символдардан бастап қалыптасады. Оның отправной ең негізгі точкасы сол жерде тұрады. Сондықтан да бесік жырын айтпайсың ба? Жатқа білмейсің ба? Оның практикада қолданбайсың ба? Болды. Онда сен одан кейін жаңағыдай дәметпей-ақ қой. Енді бұлардың алданатын жерлері енді 7-8 жастан кейін де бір қиссаларды оқып беріп, үйлерінде бір мәдениет қылып ол отырса жақсы ғой. Енді есейгеннен кейін енді ананың орнын толтырамыз деп, енді хотя бы сол нейронды тұрған жерінен ары қарай алып кетсе жақсы ғой. Өйтпейді ғой олар. Неге? Себебі 21 ғасыр ғылым ғасыры, технология дамып жатыр дейді дағыны, бірден физика, математикаға бейімдейді. Ол оны логотерапия дәл анықтайды. Яғни физика, математика деп отырған сіздердің пәндеріңіздің бәрі мектепте оқытатын, олар means дейді. Орысша средства. Олар өмір сүруге керекті құралдар. Ал мына айтып отырған аңыз, әфсана, қиссалар, бұлар құндылықтар, бұлар ценности. Бұларды ценности переживания дейді. Яғни values experience дейді. Яғни сенің тұла бойыңнан сезім ретінде жүріп өтетін, түсініксіз, тілге түспейтін, бірақ өмірдің ажарын кіргізіп тұратын бір қызық идеялар ол тұрған. Мына адамдардың бәрін үйреніп оқып алса да сөйтіп өмірден ләззат аламайтын себебі сол. Мысалға маған Астанадан бір әйел хабарласады баласын. Мен мынаны не істеймін деп. Қайтеді баласы жаңағыдай гипертрофированный рационализм дейді, мына ғылымға шамадан тыс кішкентай кезінен оқып тастаған. Жылда бір грантты жеңіп алады. Бір вузға түседі, бір жыл оқиды да жалғатта тастап кетеді. Сосын келесі жыл тағы да грант жеңіп алады, білімі көп. Сосын бір жыл оқиды, оны тастап.
4-ші вуз ауыстырды деді, әлі 1-ші курс оқиды менің балам дейді. Мына мен түсінбеймін мен мынаны дейді. Енді кеше маған тағы да Маңғыстаудан бір жігіт хабарласады. Оны әкесі, шешесі болашақ IT-дің заманы, сен IT оқуың керексің деп қинап, ана бейшараны апарып қазуға IT-ге түсіп тастапты оны. Ана оқысы келмейді, оны оқып кететін де шамасы жоқ оған. Сонымен не құндылық алмаған, не мынаны қатырмады. Бәрібір құр босқа ол ақшасын төлеп қазуға. Енді кеше ол оқуын тастады да кетті мысалға. Енді маған айтады, маған хабарласып, бір адам тауып берсе, мен өмірімде қайттан нөлден бастасам дейді. Мен енді бір жігіт тауып бердім, бар пәленшемен сөйлес деп. Ол екеуінің арасында диалог болмаған. Не үшін? Себебі жіберген жігітім айтады, маман, анауың жарамайды сен дейді маған. Неге десем, абсолютно пустой адам ана маған келген дейді. Еш нәрсеге қызықпайды, еш нәрсені қақпайды. Сосын жауапкершілік арқылы әртүрлі бір қиын істерге жегу арқылы соның ішкі потенциалын оятып ашайын десем, бір нәрсеге беттемейді. Тек менен дейді, жаңағыда сиқырлы таяқша күтіп отырады да, волшебная палочка. Жаңағыдай менің басымнан бұрса, өмір түсінікті болып кетсе, менің қызығатын заттарым өзін-өзі анықталса, сосын мен дүрілдесем, сосын жаңағы ең әдемі ақылды сұлу қыз мені өзі іздеп тапса, сосын әкім шақырып алып маған үй берсе деген сияқты иллюзияның соңына түсіп алған анау. Көрдің, көзбен көріп тұрсың, қолмен ұстап тұрсың, міне бесік жырын тыңдамаған, аңыз қисса тыңдамаған, сондай әулиелі тарих жерлерді барып аралап көрмеген адамдардың бәрі осындай, міне жасы 21-де уже дымға жарамайды болды. Ол адам енді жаңағыдай қазақша оны барға есеп болғанымен малға есеп болмады дейді. Әйтеуір сол салпаңдап білмеймін енді оның енді қалай ол үйленеді, қалай ол оқиды, қалай ол енді ол мамандық алады, бәрі түсініксіз. Осы қателік қайдан кетті? Енді оны түзеуге болады, енді оның соңында жүруің керексің, сен салпаңдап, бәлем ба, уақыт өтсең, уақыттың бәрін, мен терапиямен айналыспаймын, онымен отырмаймын жалғыз адаммен. Жалпы осыны енді жіберіп алмаудың жолы қайсы деген кезде бәрі сол бесік жырынан түседі. Оны біз сол Түркістандағы ана пәленше деген шал білет деп, о шалға барып 2013 жылы, о шалымыз өліп қалып, оның келіні жазып алып, о келіні жалынып жүріп, әрең дегенде қолға түсірдік сол бесік жырын. Сонда бір келін, бір интеллектуал, білмеймін қалай бас істеп кеткен, атасы қартай өліп бара жатқан кезде осы ертең керек болады деп, ана атасының айтып отырған бесік жырын қағазға, дәптерге жазып алып қойған ғой. Ол біздің қолға түсті. Мәселе шешілді. Міне, проблеманы қалай шешу керек? Алды да кітапқа салып, таратып жіберді тағына, оны Талдықорғанда тұратын Әліби деген әнші жігіт, келіншек екеуі оны домбыраға салып орындатып, WhatsApp-пен таратып жіберді. Енді философиясы жетіспейді. Яғни, мына бесік жырындағы әрбір айтылып жатқан идея, мұның бәрі Құдайдың анау күллиятынан шығып, айныл сәбитке өтіп, содан барзақ әлемін кесіп өтіп, сосын болмысқа айналып сіздің балаңыздың денесіне дарды деп, соны ғылыммен түсіндіріп отыруың керексің енді соны. Әйтпесе, ана осындай философиямен сіңірмесең, шамадан тыс светский обществоға бауыр басып кеткен адамдар бесік жырының құрамында маған пайдалы ештеңе жоқ деп отыра береді. Ананың ғылымын, оның ана жаңа светский ғылымын философиямен сындырып тастауың керексің. Сонда ғана ана өтеді ары қарап. Ана преграда кедергі болып тұр ана бәле. Өте жақсы қозғалып жатыр. Иран деген мәселе бойынша да, мысалға Түркістан облысы бойынша аудан қалаларда бізде әлеуметтік сүйемелдеу орталықтар жұмыс жасайды. Осы Ген прокуратураның қолдауымен ашылған жаңағы пилоттық жоба бар бізде. Өте көп қазір осындай күйеуім осылай мәселесімен, мен осылай балаларыммен қалып қалдым, или болмаса жаңағыдай сіз айтқандай жауып тастайды да, өзінің қалауларын, армандарын жауып тастайды. Өте сондай бір жақсы қозғап жатсыз осы мәселелерді. Жаңағы айтып жатқанда көп ата-аналар қазір бізге балалар келіп жатады, байқасақ ата-аналары балалары үшін көп шешім қабылдап қояды. Сен қандай мамандық қалайсың, или сен не қалауын адам сұрамайды да баланың. Өзінің қалауымен сен математикаға барасың, или сен физикаға барасың, или сен боксқа барасың. Оның қалауы жоқ, сұралмайды. Может, ол басқа нәрсе қалайтын шығар, оның мүмкіндіктері басқа затта шығар. Мен сұрақ қоймадым, бірақ сіздің жауаптарыңызға сондай қуанып отырмын. Біздің жаңағыда подписчиктер де жақсы алып жатыр деп ойлаймын информацияны.
төменде қарап отырған. Енді бұл жерде әсел әңгімеден әңгіме шығады. Жаңа менің ойым деген сенің сөзің түртіп кетті. Енді оны ана ата-аналар баламды далбаса өтірік психологиялық бір сабақтар тыңдап алады дағыны, ойбай жаңағы самореализация, самоактуализация дегендерді, ол сендердің ғылымдарыңда да көп айтады соны. Адам өзінің жанында, былай ғой аға, оқыған психолог болады и оқымаған психолог болады. Қазір байқасаңыз, Инстаграмды ашып қалсаңыз, неше түрлі психологтар бар. Ақындарымыз да кетіп жатыр, басқалар да психолог болып кетіп жатыр. Бір кітап оқып алып, мен психология жағынан осындай жеке қабылдаулар өткіземін. Мен қаншамасын байқап жатырмын. Ешқандай айтарлықтай білімі жоқ, ешқандай курстардан өтпеген. Қаншама адамдар психолог болып кетіп жатыр. Ол себептен психологияға кішкене кері әсерін тигізетін сияқты, оқыған психологтарға кішкене осы заттар. Жақсы, енді бұл жерде оқыған болсын, оқымаған болсын, мен ода шаруам жоқ. Мен логотерапия бойынша тағы бір нәрсе айтайын. Бұл даже сол үлкен атаман деген Карл Густав Юнг болсын, болмаса Ролло Мэй болсын, Америкада бар экзистенциализмнің негізін қалап жүрген. Солармен Виктор Франклдың арасында соғыс болған. Өздерінің академиялық соғыс болған, бұлар жаңағыдай бір-біріне енді лайлақтырмайды ғой. Сол академиялық соғыста осы нәрсе тура Қазақстанда болып жатыр. Адам болмысы, адам осы неге өскеннен кейін, ол жаңағыдай өзін-өзі реализация жасай ма? Оның өзінің ішіндегі потенциалын ашып көрсету керек пе? Ол сондай актуализацияға айналу керек па? Жоқ әлде ол ғайыпқа ұшу керек па? Оны self-transcendence, яғни адамның өзін бұл әлемнің сыртына атып жіберу деген сөз, ғайыпқа самғап кету деген сөз. Енді бұл Юнгпен, Ролло Мэй енді, Франклмен көп ұстасқан, көп тірескен, бұлар тұрады айтады, сенің мынау self-transcendence, яғни ғайыпқа самғау дегенің бұл діни түсінікке жақын. Бұл діни авторитаризм туғызып жіберу мүмкін. Оны біз айтпаймыз. Ол сондай ма, сондай емес, ол недоказуемый нәрсе, во-первых. Құдай деген сен ешқашан көрсете алмайсың. Сондықтан біз адам бұл дүниеде өзін өзі реализация жасау үшін келген, өзін активизация жасау үшін келген деп, олар сол жағына акцент берген. Жаңағы қаптаған үйірмеге бере беру содан шыққан негізінде. Ал Виктор Франкл тұрады айтады, жоқ, жігіттер, мен келісе алмаймын, сендермен дейді. Неге дейді? Адамның бұл дүниеге келгендегі ең басты жасайтын шаруасы, ол бұл әлемнің ішінде жоқ, тәңірлік әлемде тұрған бір ұлы мәнге қарай ғана бағытталады. Яғни ultimate meaning дейді. Енді бұны мен қазақша өмірдің асыл мұраты деп аудардым. Яғни сен бұл дүниеге келген кезіңде, мен мына жерге босқа туылған жоқпын. Менің мойныма қандай да бір рухани бір миссия, адамдық борыш жүктелген. Мен соны табуым керек. Мен соған қарай кетемін дейтін болса, сол ұлы мұратқа жан таласа ұмтылған адамның потенциалы өзінен өзі автоматты түрде реализация болады. Яғни адам өзінің күшін қуатын автомат түрде паш етеді. Енді бұны түсіндірудің ең оңай жолы, мен сіз Түркістанда отырсыз. Түркістанда отырған, қазір вообще Түркістан қылып, Түркістанның ана 500 миллионға жетер-жетпес халқын асырап отырған, бірақ болмыс. Ол Қожа Ахмет Яссауи болып бітті. Осыдан 1000 жыл бұрын өмір сүріп, 100-ге келіп қайтыс болған бір шалдың мойнына 1000 жыл болып бәріміз отырып алып соның нанын жеп отырмыз. Ана туристердің соған барады. Түркістанның сурет басылған ана қышық сувенирлерді олар сатады. Түркістанның фонында сені фотографтар бүркітпен суретке түсіреді, түйесі барлар сені қыдыртады, гостиницасы барлар сені жатқызады. Бір адам бір районный центрдегі 500 миллион халықты асырап, бір облыстың орталығы болып, ішкі туризмді дамытып жатыр. Сол бүкіл жаңағы Қазақстаныңды жынды қылып, өзіне сиқырмен тартып отырған Қожа Ахмет Яссауи, ол жас кезінде мен өзімді бір реализация жасайыншы, маған мотив беріңдерші, қандай үйірмеге қатысайын демеген ол адам. Ол адам, ол ана ғайыпта тұрған
ең ұлы өмірдің асыл мұратын бірақ көздеген адам. Енді ең мықты тұлғалар солардан шығады. Яғни олардың ұстанған принципі күллу шайын халикун илля ваджаху. Бұл дүниедегі барлық объект, бұл дүниедегі барлық болмыс түптің түбінде жоқ болып кетеді. Тек қана Алланың дидары ғана қалады деген философияны ұстап алады. Сөйттағына мен осы дүниеде жүрек көзімді ашып, ана Құдайдың дидарын көремін, мен соған ғашық боламын дейді дағыны. Соған қарай ұмтылған кезде міне интенциональность. Сол кезде ана потенциалы бос өтіп, сәуле болып шашылады дағыны, ол ғылым болып кетеді елдің арасына тарап сондай. Сосын ол адамдардың көкірегіне түскен кезде сол маздап жанып тұрады. Сол 1000 жыл өтіп кетті, әлі сол адамдар кеше осыдан 4-ақ күн бұрын біздің 15 бала Түркістанға зияратқа барған, Яссауидің басына. Барғанын қайтейін, күні бойы жүріп, сол кезек келген жоқ, кіре алмадығанның ішіне. Неге десем, адам даты болып көп, тұра алмайсың оны дейді. Бізді қонаққа шақырып қойған, пәлен адам күтіп отыр дейді. Тұрып, не Арыстан бабтың басына кіре алмадық дейді. Не Қожа Ахмет Яссауидің басына кіре алмадық дейді. Сонымен қол құрысын деп қайттық дейді. Қара, сонда 1000 жыл бұрын бір қазақ деп ала берейікші, енді о заманда қазақ жоқ қой, қараханиттердің дәуірі. Енді түсінікті болу үшін. Бір қазақ Түркістаннан шыққан руы Қожа деп алайық, мақұл, шартты түрде. Құдайдың дидарына ғашық болып, сол үшін өмір сүріп еді. 1000 жыл болса, сол регионды әл асырап отыр сол. Міне, мұғжиза деп осыны айтады, керемет деп осыны айтады. Осы алтын үлгі болып тұру керек. Ана діндарыңа да, діндар емесіңе де, бәр ананы көргеннен кейін ойлау керек. Мына адам нағып мұншама құдіретті ме? Нағып елдің бәрін магнит сияқты тартты ма? Елдің бәрін нағып шұбырып жүр жерде. Нағып онда Шымкент облысының орталығын әлде қайда таудың етегінде гүлденген жайқалған Түлкібасқа апарып салмайсыңдар. Нағып онда апарып алып Ленгірге соқпайсыңдар. Ленгір әлде қайда жақсы таудың етегінде. Нағып Бүркөлікке барып соқпайсыңдар. Түркістан деген айналайын ыңғайсыз жер ғой, су табу деген. Тұттан басқа ештеңе өспейді. Ана қыздарымыздың бәрі қайтсек ағарамыз деп ана күннің астында өлуге айналды. Қайдағы жоқ кремнің бәрі сатып алып. Көрдің? Ол оған қарамайды, ана тарта береді. Сондықтан бұдан шығатын қорытынды жаңағыдан шығады. Сен бұл дүниеге келдің ба? Сенің бұны логотерапияның бір жақсы жері сол. Ол тұрады да осыны айтады, адамның асыл мұраты деген болады, айналайындар. Ultimate meaning, орысша сверхсмысл дейді. Яғни адамның болмысы сондай қуатты, сондай құдіретті осы дүниеде тұрып, ол тәңірлік әлемдегі неге жаңағыдай мәңгілік болмысқа қарай тартыла береді, ол ұмтыла береді, ол жұбанбайды, ол солай деп. Сондықтан ол кейін бұл ең соңғы осының үлгісін көрсеткен осы шәкәрім. Менің жарым қыз емес, ақиқаттың шын нұры, оны сезерсіз емес, көзге таса бұл сұры. Жасырып тұр жар өзін, бас көзімен қарама, жүрегінің аш көзін, жардың сырын арала дейді дағын, олар солайға қарай кетеді. Сол кезде міне енді оған қарап түзелетіндер де көбейеді, айналасына да оның бір берекеті шашырайды, өзі де бір бақытты өмір сүреді, ғылымда, мәдениетте бәрі көтеріледі. Мына діни надандық, мына ұятсыз, арсыз, жалқау, мал таппайтын еркектердің менің разылығымды тапсаң ғана сен жұмаққа кіресің деп ана еңбекқор пысық әйелдің мойнына отырып алуы негізі бәрі осыдан шығады. Сондықтан да бұндай надандықтың жолын қырқу үшін сол Қожа Ахмет Яссауи ана хикметтерінде әдейіге ер деген ұғымды кіргізіп тастайды. Нағыз ер, нағыз еркек, нағыз азамат Құдайдың дидарына ғашық болады. Ал қыз-теке непонятный типтер. И вроде жігіт, вроде еркек, әңгімесін тыңдасаң, аузын суы құрып, тек қана жұмаққа кіріп, хор қызын құшу арманы. Оны қыз-теке дейді. Ал енді мына дүниені жақсы көретіндерді қатын дейді, соны бітеді оның шаруасы. Болды. Осындай нәрселерді сен бәріне енді үйретесің. Мынаны үйреніңдер, мына өлшемді алыңдар, мына философияны сіңіріп алыңдар. Ертең мына өмірге түскен кезіңде өлшем ретінде саған бұл жақсы қызмет етеді. Сен нені талап қылып жүрсің мына дүниеде? Сен ненің күшіңді, қуатыңды қайқа қарап жұмсап жатсың деп сұрайсың. Сол кезде мына тұрады ана жерде. Сондықтан әрбір ісін жасаған кезінде, мысалға бай ала салайықшы, ең оңайын түсіндірейін саған. Сенен біреу сұраса, Әсел, сен мына бүгін эфирді не үшін ұйымдастырайын деп жатсың? Саған ниетің не?
сен бұған ақша төлей ма, жоқ әлде сен сондай елдің арасындағы абыройлы авторитетный кісілерменен контакт орнатып атың шығарайын деп жүрсің ба, жоқ кітаптар арқылы өзіңе бір карьера жасағың келе ма деп сұраса, сен былай жауап беруің керексің. Мен бұл эфирді ұйымдастырғандағы мақсатым, мұратым жүрегімде. Осы бір мәнді мағыналы сұхбатты өткізу арқылы Құдайдың дидарын көрсем деп армандаймын. Осылай әрбір ісіңді соған байлап кете бересің, болды, бітті. Сонда ғана жаңағы алдыңғы жағымсыз құйтырқы жаңағыдай провокационный сұрақтардың бәрінің желкесі қиылып сыпырылып. Оны сен қыз екенмін, ұл екенмін деудің қажеті жоқ. Себебі ол Құдайдың дидарына ол ұлың, еркегің, үлкенің, кішің бәрі ғашық бола береді. Ол заманға, мекенге тәуелсіз мәңгілік бір бар болмыс қой, ол Құдайдың дидары деген. Сондықтан Қожа Ахмет Яссауидің бізге қалдырып кеткен мына рухани мирасын пайдаланып қалу керек. Егер пайдаланбасаң, онда бордай тозасың. Бұл елде енді тұрудың, бұл елде үйленудің, бұл жерде бала-шаға өсірудің ешқандай мәні жоқ. Өйтіп бір-бірін желкесін қия беретін болса, бір-бірін пайдаланып лақтыра беретін болса, бір-бірінің барлық қыздарды алып сұлулығы кеткеннен кейін 35-тен кейін бәрін құйрығынан теуіп қуа беретін болса, ол не істеп жүрді? Таю керек қой басқа жаққа. Или сол надандықтың бәрін талқандайсың. Сол надандықтың бәрін қиратасың. Сөйтесің дағыны Қожа Ахмет Яссауи сияқты мінердегі этностың, ұлттың бәрін жаңа сапаға көтересің. Басқа жолың жоқ. Бәріне осыны үйретесің. Әрбір істе, әрбір жасайтын жұмысыңда ниетіңді Құдайдың дидарын көрсем деген ұлы арманға байлайсың. Басқа жолың жоқ сенің. Ол Құранда солай келген. Уасфир нафсака ма'алладина яд'уна раббахум бил'адати вал-аши юридуна ваджхаху. Құдайдың дидарын көрем деп армандап азанда кешке ойбайлап отыратындардың ішіне кіріп отырып ал дейді ана жерде. Вала тути'у ман агфална қалбаху ан зикрина. Мына тәңірлік әлемдегі осындай киелі заттарды бізді еске алмайтын адамдар маңайынан жүрме аналарың дейді. Қарасайшы дейді. Өздерінің ақы-құқы құмарлықтарының әуесінің соңынан кетті дағына, ақырына жасаған жұмыстардың бәрі күл талқан болып кетті дейді. Не істейсің сен оларға ілесіп? Фрустрация деген сол. Өзің де шашыласың, тағдырың да қирайды, семьяң боса да кетеді, бала-шағаң тентіреп вообще қоңыз теріп кетеді сонымен. Кеттік. Бізде эфир сақталады міндетті түрде. Аға, келесі менің сұрағым, отбасының берекесін арттыратын 5 құндылықты атап өтсеңіз. Мен қоям деген сұрақтардың барлығына сіз жауап бердіңіз. Менде соңғы сұрақ. Осы сұрақты. Енді былай қылайық. Мұның енді бір ортақ бір стандарты бар деп бекітпейік. Мен бір отбасының бір құтын ұстап алған, соны білетін бір тәңірлік әлемнен түскен бір эксперт сияқты отырмайын. Бірақ енді өмірден жиған терген тәжірибемізге сүйеніп былай ау деп примерно есептеуге болады. Жалпы отбасының берекесін ұстап тұратын кім деген кезінде, традиционный көзқараста бұрын ер азаматтар енді бертінге шейін тек соғыста жүрді ғой. Ең соңғысы 45-пен тоқтады ғой енді. Сондықтан үнемі жорықта, үнемі соғыста жүретін болғаннан кейін, ол кезде әйелдері үйлерінде енді күйеулерін күтіп отырады, айлап, жылдап көрмейді, сағынады. Сол енді күйеулер жоқ кезде үйдің берекесін кіргізейік деп, жорықтан келген кезде күтіп алайық деп, соны шайын дайындап, тамағын дайындап отырады да енді аналар жорықта майданнан келген кезде. Сондықтан ол кезде, мына әйел адам үйдің берекесі екен ғой деген бір дәстүрлі көзқарас қалыптасады. Дұрыс. Бірақ соңғы 45 жылдан кейін енді соғыс болған жоқ. Қазір ондай орта ғасырдағыдай атқа мініп алып, сен бар ғой майданға барып соғыса алмайсың. Қазір 21 ғасырда, бұл 21 ғасырды бессмысленный век деп атайды. Яғни meaningless century. Мәні жоқ, мағынасыз ғасыр деп айтады. Бұл 21 ғасырдағы мына қазақ азаматтары, қазақ еркектері бар ма? Бұлар бір ғана майданда аттарын ойнатып, енді майданның шебіне шығалады. Бұлар күнігені мәнсіздікпен соғысады. Мәнсіз, мағынасыз, бос күлкі, бос әңгімемен соғысады бұлар енді. Егер осы біздің енді әйел адамға салмақ сала алмаймын мен.
Мен әйелімнен талап ете алмаймын қазір. Сен үйдің берекесін кіргізбейсің, сен давай менің ырзашылығымды тап, давай сен үйт бүйт деп айта алмаймын мен әйеліме. Не үшін? Себебі ол айтады маған, сен жорыққа шықсай, сен майданға барсай, сен соғысып кетесің жараланып. Содан кейін мен сенің жағдайын жасайын. Сен қазіргі еркектер ұялмай, қызармай, әйеліне қалай айтады, мен таң қаламын. Бір жұмыс істеп, бір өкіртіп ақша тауып келіп, міндетсінсе сәл түсінуге тырысамын. Мен мына бейшара бүгін 100 000 теңге тауып келіп еді, соны жаңағы айта алмай отыр екен ғой, мына қомпиып деп. Бір тиын таппайтын еркектер бар. Дұрыс айтады. Әйелінің мойнына, әйелінің ашқан салонына отырып алып, тек әшейін кассада отырғандары қаншама. О кассаға барып, әйелінің салонда тапқан ақшасын санап отырса, үй тоже жақсы. Оған да бармайды. Үйінде жат. Енді ол да ештеңке емес. Әкесінің, шешесінің пенсиясына жата беретін балалар бар. Енді сөйтіп отырып, ана әйеліне айтады, егер кетіп қалсаң дейді, мен сені қарғаймын дейді. Сосын дейді, сен менің ырзалығымды таппадың, мен ырза қылмадың, сенен тозақта жанасың дейді. Негізі керісінше болу керек қой енді қазір. Яғни еркек әйелін разы қылу керек, наоборот. Майданға шығу керек қой енді ол. Сондықтан мен қазіргі заманда бірде-бір, даже ол өзінің мінезі оңбаған ведьма болса да, ол әйелге барып мен айта алмаймын. Сенікі дұрыс емес, сен үйдің берекесін кіргізуің керексің деп айта алмайсың. Не үшін? Себебі еркектер пока мен бұл дүниеде өмірдің ең асыл мұратын көздедім. Мен бұл дүниеде әрбір жасаған жұмысымды Құдайдың дидарын көремін деп жасаймын. Менің мұратым сол. Фахуал мурат алайхи тәуәккәл. Кеттік. Міне осының жолында тәуекел қыламыз. Демейінше ол енді ешкімге барып ештеңе міндетсіне алмайды. Сондықтан даже жаңағы мен бизнесім дүрілдеп жатыр, мен саған бірнеше машина әпердім деп те айта алмайды. Сондықтан үйдің берекесін жаңағы әйелдерін қамап қойып, мен өзім қатырам дейтін, мән таппайтын, құр мал таба беретін еркектердің бәрі бұл үйдің берекесін кетіріп тынады. Осыдан 2 апта бұрын Батыс Қазақстандағы А деген қалада 33 жастағы келіншек 4 баласымен ажырасып кетті, мысалға 4 күнде кетіп қалды. Мен енді 2-3 ай күрестім, енді барынша семьяны сақтап қалуға, бірақ бәрібір ол сәтсіз аяқталды. Не үшін кетіп қалды? Ол айтады, менің бүкіл жағдайым жасап қойған, бір емес 2 машина тұр гаражда, бірақ мынау дейді, жаңағыдай айналып келеді дағыны, ішіп жегің тауып жатырмын, саған не жетпейді, ішіп жегің тауып жатырмын, саған не жетпейді. Сосын жағы оның дейді, ораза ұстаған маған бәле болды дейді, міндет болды дейді. Тұр сәресімді бер, тұр, мен аузымды ашып, мен дейді үлгере алмай жатырмын ана 4 баламен дейді. Оның сабағын қадағалап, үйт, тоқырлап, қонақтарын алып келеді. Өлуге айналдым дейді. Енді ақырында дейді, жаңағыдай ішіп жегім бар ғой дей бергеннен кейін мен өзімді бір мал сезіне бастадым дейді. Ана келіншек айтады. Менен бордақыда тұрған бір сиырмын ба бұған. Сонымен ол енесін де салды араға, қайын ағаларын да салды араға. Болмаса мен тілдесіп көрейін дедім. Жоқ дейді, мен ондайлармен сөйлеспеймін деді. Әбден ана уже берекесіздік жайлап, үйде екеуінің әңгімелесетін, сөйлесетін ешқандай тема қалған жоқ. Ол келіншек тұрды дағыны, сосын анда мен қатырам деді, білдірмей шешесін шақырды. Сөйтті дағыны, телефонға да жазған жоқ, мынандай ақ қағазға мен кеттім, мен іздеме деді дағыны, есікке жапсырды скотчпен. Сөйтті дағын пойызға мінді дағыны өзінің төркініне. 4 баланы алып кетті да қалды. Мен енді қайтып келмеймін жерге деді. Көрдің, яғни уже бұл далбаса әңгіме, мына еркектер, ер азаматтар қайттан сөз ұстайтын, кәдімгідей әрбір сөзін байқап сөйлейтін, даналықпен сөйлейтін жағдайға қарай бұрылып сол рухани нәрселерді меңгермейтін болса, болды, ана үйдің берекесі кете береді. Бос сөз, бос әңгіме, бос күлкі бәрінің түбіне жетеді. Енді бұдан бөлек өмірден мен біраз тәжірибе жинадым. Мен мынандай қазақтың киелі салт дәстүрлерінің бәрін мансұқтайтын, мазақтайтын, соны аяққа таптайтын адамдарды да көрдім. Олардың жартысы нигилизммен қиратады, яғни бұда ешқандай мән жоқ, бұның бәрі ескіліктің қалдығы дейтін оқымысты тарап бар, ешнәрсеге сенбейтін. Бір тарапы радикал діншілдер, яғни діннің тазасы арапта, қазақтағы дін емес. Біз ана жақтан саф күйінде алуымыз керек деген сондай қосылған уағыздардың бәрін ішіп алады дағыны. Мына апта сайын 7 шелпек пісіріп, бұрын атасын, әжесін көрсе, әруақтар маған түсіме кіріп жүр, Құранда метіп жатыр деп Құран оқытып, иш шығарып отыратын. Соны жойған адамдарды мен көрдім. Осылай
діни надандықпен қазақтың салт дәстүріне әбден еніп кеткен осындай киелі дәстүрлер талқандаған адамдарды көрдім. Жаңағыдай беташарында жасатпай қойғандарды, сосын жаңағыдай бұрын мына ағайынды адамдар қара шаңыраққа жиналған кезде әке шешеміздің басына барып бір Құран оқып келейік, әруақтарға құрмет көрсетейік. Сосын ана қатыра деген болатын тұғын. Көктемде шығып, бір моланы тазалап, әруақтарды ырзағылар деп сөйлеп, бір Құран оқытып, қой сойып, ас беріп ататын. Сосын ана тасаттық беріп ататын, жаңбыр жаумады деп. Сосын Наурыздың кезінде көшеге шығып, киіз жайып, 2000 жылдарға дейін далада отыратын. Соның бәрін Құранда жоқ, дінде жоқ деп қиратып, соның бәрін айналымнан шығарып тастаған адамдарды мен көрдім. Менің араласатын ортамда бар ғой енді ондай адамдар. Ағайында, туыстың ішінде. Соның бәрінің берекесі кетіп қалды. Кәдімгідей ана үйде енді ешқандай перспектива жоқ. Бір жарық түспейді. Ешқандай бір болашаққа перспективаға құрған қатып жатыр. Звондап қалды ау деймін ағаға. Сақталады эфир. Я ағайда звондап қалды ау деймін. Кішкене күте тұрайық. Эфир сақталады. Кішкене күте тұрайық. Звондап қалған сияқты. Я, дұрыс айтасыздар. Эфир қызып жатқан еді кішкене. Үзіліп қалды. Міндетті түрде сақталатын болады. Өте жақсы эфир болып жатқан еді. Кішкене күте тұрайық. Мен қайта жіберіп жатырмыз. Міне қосылып жатыр, кішкене күтейік. Менде не
мен бір сағатта бітеді деп ойлағам, созылып кетті дағыны. Біздің батарейка отырып деп айтады дейді. Айбек, Сондықтан мен мұнды алмаймын. менде кішкене сіздің уақытыңызды алмайын деп, мен де аяқтаймын деп отқан, бірақ үзіліп қалды кішкене. Егер біз сонымен және қай жерге керек? Отбасы құндылықтары туралы. Сонымен біз үйдің берекесі туралы айтқан кезде, мынаған келіп, мен жалпы өзім өмірімде мынандай нәрсе жасадым сосын. Күніге жарты сағат, ең азы болса 1 сағат, 45 минут. Күніге мына Сияр шәріптегі, сосын қиссасы Ламбиядағы пайғамбарлардың қиссасы бар ол келген. Соларды күніге аз-аздан жаттатып отыра бердім. Жалпы дастарханның басындағы сол жағы бос сөз, бос әңгіме үйдің берекесін ақыры алып бәрін бытшын шығарып жібереді. Өйткені семьядағы, отбасындағы отырған әрбір мүшенің көкірегіне күніге жаңағыдай бір логос, хикметтің сәулесі құйылып отырмайтын болса, енді біраз уақыттан кейін бәрін бытшын шығарып жібереді. Мен Астанада жүрген кезде бір Астанаға шақырды мені бір рет, бардым. Сонда бір семейдің кісі айтты, мен өзімнің болашағыма қатысты алаңдай бастадым, не істесем болады деп. Сол кісіге мен эксперимент жасадым. Давай сені ақыр әйелің мұғалім, көз ашық адам екен. Күніге жағы 1 ма 2 ма қызы бар, семьялармен отырыңдар дағыны, күніге бір жарты сағат жайлап бір қиссадан оқып кете беріңдерші, түсінгендеріңді айтып деп. Мен соны бұлжытпай орындаймын деді, мықты жігіт екен, бұлай өзі күрескер, көз ашық. Ол соны істеді кәдімгідей. Содан кейін маған ол кейін хат жазды. Шынымен де бәрі өзінің рет-ретімен реттеліп, әулет бәрі жиналып кетті. Ал енді мына сіздің эфиріңізді пайдаланып, тағы да бір айтып қалатын болсақ, мен қанша рет мен эфирге шақырса адамдар, мен сонша рет қайтпай, жалықпай, адамдар 100 рет естісе де 101-ші рет айтып кете беретін сол бір қисса аңыз бар. Және сол барлық форматқа жарай береді. Яғни үйдің берекесі қалай кетеді, әулет қалай ыдырайды деген кезде, әулеттегі адамдардың ауызбіршілігін, бір-бірімен сыйластығын, бір-бірімен бауырмалдығын қадағалап отыратын, негізі бір әдеп үйретіп отыратын бір үлкен адам керек. Енді олар айтады, мердегі тыңдап отырған адамдар айтады, қайда, ондай аталар әжелер өліп қалды ғой, ол баяғыда болды ғой, бәлен ғой, бәшінің ғой, түген ғой, қазірлер деп. Тағы да бір негативке кіріп алады тағы да шықпай қояды. Бұл психологияның түбінде тағы да ситуациядан қашатын қорқақтық психологиясы жатыр. Яғни, әулеттің арасындағы сыйластықты, адамгершілікті, ұйымшылықты ұстап отыратын қария, ақсақал жоқ па? Онда соның орнына сен өзің шығасың. Жасың 25 деп болса да, не имеет значения. Көрдің, ол ойлайды да, мен жасым 70-ке барсын, мен сосын айналсам деп. Сен 70-ке қуыс кеуде болып барасың да, сен 70-те әшейін қадірсіз, ешкімге мынандай бір сөз өтпейтін бейшара шал боласың, болды, басқа түк те жоқ. Ол 70-інде бүкіл әулетті жатқызып тұрғызатын адам, ол 25-інде бас болуды армандап жүрген жігіт қой ол кешегі. Сондықтан жағы байдың малын бақты дейді Асан мен Үсен, оларға бір ғана сиыр берді. 15 жылдан кейін екеуі сиырын бағып, сол сүтін ішейін деп қараша үйде отыр еді. Сол үйіне кешке құдай қонақ келеді. Құдай қонақ келсе, кімсің деп сұрайды. Мен бақыттым дейді. Қандай бақыт? Кәдімгі елдің бәрі бақытты болды, армандап жүрген жоқ қой жаңағы. Сол бақыт менмін дейді. Сонда қара, ертегіні қалай құрастырған ананы, кім құрастырған мынаны, қалай ойлап тапқан ананы, мен таң қаламын соған креативность. Бақытқа айтады, сен жоғыңнан қалма, сен кете бер дейді. Саған орын жоқ, тамақ та жоқ дейді. Үйге сыймайсың сен дейді. Қазіргі адамдар ғой сол бақытты көрсе, аяқ қолын байлап, шынжырлап, ана жер есіктің алдына отырғызып қояр еді. Біз сен қуалап жүрсек, сен өзің келдің, жақсы болдың деп. Ал анау оны жібереді. Қалаға бар, қалаға барсаң, сол бүкіл Түркістан сол қайтсек бақытты боламыз деп, ана әселдің басын қатырып жатыр сол. Екінші, сәлден кейін отырса, тағы біреу келеді, құдай қонақпын деп, бір шал отыр аттың үстінде. Не керек, кімсің сен? Мен дәулетпін дейді, байлық. Оған да айтады, орын жоқ. Үйде тамақ та жоқ. Сен ана қалаға бар. Елдің бәрі бизнес жасап, бәрі ИП ашып, тоқ ашып қырылып жатыр ана жерде. Бәрі платный сабақ өтіп жатыр Инстаграмда. Бар, сен. Қараш, егер сол дәулет, байлық қазір ғой біздің үйімізге қонаққа келсе,
мойнына кандал кигізіп, есіктің алдына құл сияқты отырғызып қояр еді, жақсы болды сені. Байямай әдірек деп. Анау оны қуып жібереді. Үшінші үйіне кім келеді? Бақ келеді. Успех. Удача. Оған да айтады, ана қалаға бар дейді. Елдің бәрі бағымызға айтып ашамыз деп, сол жағы циган қатындарды жағалап, сол жағы құмалаққа аштырып, карта аштырып жүрген дейді, бар дейді. Төртіншісінде ғана үйіне тағы да бір шал келеді. Кімсің сен дейді. Мен ынтымақпын дейді. Яғни ауызбіршілік, сыйластық. Сонда ана үйінде отырған ағасы Асан деген жүгіріп шығады. Жіберме мынаны дейді, тізгіннен ұста мынаны дейді. Түсір мынаны аттан дейді. Осыған басқа саған тамақ, саған төсек табылады айналайын. Соны үйіне кіргізеді, ынтымақ ырза болады. Енді төрге шығып, жайғасып, шай тамағын ішейін деп жатса, тоқыр етіп бағанағы қуып жіберген үшеуі келіп тұр. Соны шықса, есіктің алдында бақыт, дәулет үшеуі тұр екен дейді. Мен сендерді бағана қуып жібермедім ғой, нақ келіңдер. Біз ынтымақ бар жерде ғана өмір сүреміз, сол жерге ғана даримыз, басқа жерде біз қона алмаймыз айналайын. Ынтымақ осы үйге түсті, мен көрдім жаңа. Енді сен түсірсең де түсеміз, түсірмесең де түсеміз айналайын деп наглы үйіне кіріп отырып алады солар. Содан бастап ынтымақ, бақыт, бақ, дәулет бәрі бірге отырып төрде қонып, тамақ ішіп, азандап бата беріп кеткен екен. Сөйтсе, Асан да Үсен де сосын үйленіп, мал болып, бақытты өмір сүрген екен дейді деп кетеді. Сондықтан кез келген әулеттегі адам ана абысындардың арасындағы, ағайындардың арасындағы дүние жарысты вообще жібермеу керек. Бір туралы сәл не то әңгіме айтты ма, дереу ананың жолын кесіп тастап, оны кері айландырып жіберу керек. Яғни жаман нәрсе айтылса, жақсы айттырып жеткізе салу керек, оны болды, бітті. Үнемі осылай ананы қадағалап отыру керек. Сонда ғана ол үйіне береке дариды. Ал енді бұдан бөлек тағы бір варианты бар. Ол үйге береке шақыратын нәрсе негізі әдеп ғылымы. Сондықтан оны Мауляна Руми жақсы айтқан. Мен бір күні жүрегімнің құлағына ақылым сыбырлады дейді. Жүрегім айтшы менің, иман деген не деп. Жүрегім ақылымның құлағына сыбырлады дейді. Иман деп жүрген әдеп қой. Әдеп үйреніңдер. Әдепсізде иман жоқ деп айтты дейді. Әдеп деген бұл бір таж, басыңа қой да кете бер деп айтты дейді. Ал енді бұны үйрететіннің кәдімгідей біздің заманда бұл проблема. Не үшін? Себебі бәріміздің баламыз үйге қонақ келген кезде бұрынғыдай алдынан шығып амандасып, қалай жағдайыңыз деп жағдайын сұрамайды. Бөлмесінде соткысын шұқылап жата береді. Бұл үйдің берекесін қашырады деп мен өзім есептеймін. Сол үшін де менің өзімнің де бала шағаларым үйге қонақ келген кезде жүгіріп шығып амандасып, жағдайын сұрап, сонымен 5-10 минут отырмай ма? Онда олар қатаң жазаға ұшырайды. Олармен енді үйдің берекесін аласың, әулетті ыдыратасың, и өзің де имансыз болып кетесің деп олар қатты сөз естейді. Егер ол сөзге тоқтамаса, одан кейін тағы бір инстанция бар, ол туралы айтпаймыз. Оны алда өскен балдар өте жақсы біледі, оның ең жоғарғы инстанцияда олар не болатынын. Сондықтан енді, конечно, енді біздің бала шаға әбден горький опыт болғандықтан, ол соңғы инстанцияға жағдайды жеткізбейді, бер жақтан шешуге тырысады. Сондықтан мердегі отырған бәрі, ұлыңыз бар, қызыңыз бар, тәрбиелеп жатыр ғой, бәріне айту керек. Үйіңе қонақ келді ма, сен танисың ба, танымайсың ба, ол адамда не имеет значение. Сен алдынан шығасың, амандасасың, үйге келген қонақпен сол жерде отырып, сен дастархан басында онымен сұхбат құруға тиіссің. Және ол тағы да бір қиссада айтылды, мен 1000 рет айттым. Дастархан басында бос сөз, бос әңгіме айтылды ма, ол шаңырақтың берекесі жайлап ыдырайды өзі сол. Бос әңгіме деген ақыры бәрін қиратып жібереді. Сондықтан оның да жағы қиссамен ол келген, оның жердегі отырған біздің 405 адам ол қиссаны менен 1000 рет тыңдап тастаған, бірақ сонда да тағы да қайталап айтамыз. Яғни Ибраим пайғамбар үйіне қонақ келмесе тамақ ішпейді, отыра береді. Осыны әйел айтады, тамақ іше берсең өлдің ғой, жоқ дейді. Берген аста береке бар, бермеген аста біте бар деген. Соны Жебірейіл періште келіп қалады. Айтады, отыр мен бірге тамақ іш, қарным аш. Алладан уақия келдім, айтам да кетемін, уақытым жоқ дейді. Жоқ дейді. Сені жіберген Алла, ол менің де Алла, мен де соның пайғамбарым, отыр. Соны екеуі отырғызып қояды, дастархан жайлап, Ибраим аш, тамақ жеп отыр, Жебірейіл жемейді. Не, ұнамады ма? Мен әйелдің тамағы? Жоқ, бәрі керемет, бірақ бұл дүниеде ішкен жегеннің ана дүниеде сұрауы бар. Сен ғой мені ішесің, жейсің. Қазір барасында жетім жесірге қарасасың да, біреуге құдық қазасың, біреуге көпір саласың, сонымен бұл күшті энергияны мәнге, мағынаға айналдырып жібересің.
Мен Құдайдың дәргейіне барамын, сен тамақ ішіпсің, иә. Бұл ішілінген тамақтан түскен бойға дарыған энергиядан қандай құндылық өндіріп шығардың деген сұрау бар ана жақта. Оны не істейміз? Онда былай қыласың дейді. Сен дастарханға бата қыласың, менің үй ішіме сен дұға тілейсің. Береке. Мақұл дейді. Сонымен екеуі тамақ ішіп отқанда рухани сұхбат басталады. Енді олардың сұхбаты біз сияқты жағы бензин қымбаттады ма, мұнай қаншадан болып жатыр Лондонда деген сияқты әңгіме айтпайды олар. Олар басқа дүниеларға кетеді. Содан әңгіме біткеннен кейін, ал енді уәде бойынша асқа бата қыл дейді. Асқа бата қылмай тұрмаңдар деген осы Ибраһим пайғамбардан қалды дейді. Содан Жебірейіл тұрады да асыңа береке берсін басыңа, қырғауылдай қырғалап, бөденедей жорғалап, бақыт келсін қасыңа, ұлың оншақты, қызың моншақты болсын, аумин Аллаху акбар дейді. Әне, сол Жебірейіл кетіп баратқанда табалдырықта тоқтатады Ибраһим оны. Ей, тоқта Жебірейіл дейді. Бағана сен үйіме бірінші келген кезіңде сен маған Алладан уахи алып келдің деп едің. Сен ұмытып кеттің, сен аны айтқан жоқсың. Жебірейіл айтады, мен адам емеспін, ұмытады. Мен айттым саған уахи. Қашан айттың дейді. Жаңа дастарханның басында екеуміз рухани сұхбат құрдық қой дейді. Иә. Алланың уахи деп жүргендерің сол рухани әңгіме ғой деп айтты дейді. Кейінгі ұрпағыңа менен сәлем айт. Дастарханның басына жиналғанда бос сөз, бос әңгіме сөйлемесін, үйдің берекесін аласыңдар. Дастархан басында айтылатын әңгіменің мазмұны, сапасы, мәні, мағынасы Алланың уахиына тең келетін дәрежеде болсын. Қош, сау бол деді, жоқ болып кетті. Болды. Үйге береке кіргізем. Бала шағаның бәрін айранда үйітам. Әулетімнің бәрімен осылай араласып, құраласып, мәнді мағыналы бақытты өмір сүрем деген адамға осы бір қисса жетеді саған. Өмірлік концепция. Өмірді қалай сүреміз деген адамға сен том кітап оқы, оған бар ғой, мотивация беріп отырмай-ақ қой. Осы бір қиссаны берді, міне қиссасы, міне айтылатын қиссаның кітабы, міне кешке дастархан басына жиналған кезінде бәрі отырыңдар да осыдан бір бет, жарты бет оқыңдар дағыны, соны бір-бірлеріңе түсінгендеріңді айтып отыра беріңдер. Болды, сол қиссаның, сол шаңырақтағы әрбір отбасы мүшесінің бойына, болмысына сіңген сол мәнді мағыналы әңгіменің сәулесі жан-жаққа шашырайды өзі. Сол жаңағы Ибн Арабилердің айтып жүргендері, оның бәрі Алланың есімдері, ол бүкіл дүние сонымен тұрады. Кім сол жаңағы Алланың есімдеріне құрмет көрсетіп, сонымен дұрыс отношение орнатады, сол мына құбылыстың бәрін меңгереді, сол қожайын болады деп шығарады. Әдемі философия. Енді мен оның түбіне жеткен жоқпын, енді оқып жатырмын. Бір күн онда бір түбіне жетеміз, біраз жерге дейін барамыз, соны қазақшалаймыз. Сонымен қазақтардың Құдайы береді. Иә, дұрыс. Аға, өте мәнді мағыналы сұхбат болды деп санаймын. Жарым сағат мен сізге сұрақ қойсам, мен информация жақсы өте алып жатырмын, сіздің де уақытыңызды алмайын деп кішкене 1 сағатқа деп жоспарлаған едік. Жарайды, енді біз ақыры шыққаннан кейін бері детіп оны тарылып тұрып қылып отырмайық. Ақыры енді екіміз күн сайын шығып жатқан жоқпыз. Жаңағы сүт сұрай келсең шелегін жасырма деген, енді ақыры эфирге келгеннен кейін не астына біреулер жазып жатыр ма, жоқ бірдеңе айтқым келіп отыр ма? Себебі бұдан кейін мен алдағы 1 жылда эфирде кездесетін уақытым жоқ. Просто осы уақытты пайдалану керек болды. Иә, дұрыс айтасыз. Астында ешқандай сұрақтар болып жатқан жоқ. Мен өзім дайындаған, білгім келген жаңағыдай сұрақтардың барлығын қойдым. Өте айтып отырмын ғой, мәнді мағыналы эфир болды деп санаймын. Сұрақтардың барлығына жауап алдым. Сізге тілектер жазып жатыр? Иә, біреу жазып қойыпты жаңағы тырнақшаның ішіндегі таза дінді уағыздайтындарға мен не айтайын деп. Оларға бар ғой, дінмен айтысып тартысудың қажеті жоқ ондай. Ол Құранда тұр ғой, жаңағы ләкум динукум уәлия дин. Саған сенің дінің, маған менің дінім деген. Болды, Құрандағы сол позицияны аласың да, иә, сол сенің өзіңнің дұрыс деген таза дініңмен кете бер, бір берекетке, бір мықтылы, бір перспективаға жетіп жатсаң, сосын қызығып артынан ілесіп барармыз. Ал әзірге менің үйімдегі құндылықтарға, менің үйімдегі мына ұстанып отырған мына діни салт дәстүрлерге сен тұмсығыңды тығушы болма деп, бұлар кәдімгідей өздеріне бір батырлық керек бұл адамдарға. Яғни сенің шаруаң болмасын. Бұл семья қандай құндылықтар тұтынады, қандай салт дәстүрді ұстанады, оны сен шешпейсің, оны біз өзіміз шешеміз. Және сұрауын біз өзіміз береміз ақиретте, қорықпа. Сенен сұрау болмайды деп ол нағыл айту керек. Сондықтан ол ешкім ертең ана дүниеге барғаннан кейін Алла тағала сұрақты былай қояды. Ол сұрақтардың тізімі менде бар. Бірінші ма, екінші сұрақтардың тізімі жоқ, кешіріп қоярсыздар. Сондықтан да Құранда яумала янзау малун вала банун
Illa man atallaha bi qalbin salim degan bir g'ana oyatga turadigan sababi sol. Ya'ni bu Кішкене қатып жатыр. Я өшіп қалды. Өте керемет эфир болып жатыр. Егер қандай да бір сұрақтарыңыз болатын болса, осы жазып кетсеңіз төменге. Эфир міндетті түрде сақталады. Бізде Түркістан Psychology деген осы немізге кіріп, логинімізге кіріп, эфирді көре аласыздар. Ой. Эфир сақталады міндетті түрде. Жоқ, мен қайта-қайта жіберіп жатырмын. Достар, онда біз эфирімізді аяқтасақ, аға қайта-қайта жіберіп жатырмын. Кім сататын жазсам прикрепить ете аламайды прям эфирге. Көрейік. Сам пиросат етен бе сонда?
Иә, өте керемет эфир болып жатыр. Кішкене күтейік ағамызды. Кітаптар туралы сұрақтар болып жатса, мен кітаптар туралы толық ақпарат бере алмаймын. Ол кісінің өзіне жазсаңыздар. Запрос қайта-қайта жіберіп жатырмын. Кішкене қабылдамай. Может, заряд бітіп қалды ма? Онда біз эфирімізді аяқтайық. Эфирге кіріп қосылып өз ойларыңызды білдіріп отырғандарыңызға үлкен рахмет.